Президент еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрін қабылдады. Мемлекет басшысы ведомствоның 2025 жылы атқарған жұмыстарының қорытындысы мен биыл 5 айдағы нәтижелері туралы есебін тыңдады. Қазақстан Республикасы президентіне әлеуметтік саладағы жұмыстар туралы есеп берілді. 2025 жылы әлеуметтік төлемдерге 5,9 триллион теңге бөлінсе, алғашқы 5 айда 2,7 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 мыңға жуық мүгедектігі бар азаматтар жұмысқа орналастырылды. Жыл соңына дейін мүгедектікті анықтаудың цифрлық жүйесі енгізілді. Аймақтарда 7 жаңа 16 орталығы ашылды. Еңбекпен қамту бағытында 201 мың адам, оның ішінде 74,9 мың жас жұмыспен қамтылды. Тұрақты жұмыс орындарының санын 3,1 миллион теңгеге жеткізу көзетілген. Маңғыстау облыстарында цифрлық жұмыспен қамту қызметі іске қосылды. Электронды түрде 6,7 миллион еңбек шарты жасалып, 22 мыңнан астам жұмыскер құқығы қорғалды. Президент саланы цифрландыруға жалғастыру, еңбек құқықтарын қорғау және халықтың әл-ауқатын арттыру бойынша тапсырмалар берді.